балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Ханымдар мен мырзалар, бізде бір төтенше жағдай болды. Кеше таңертең біз Жамбыл облысындағы зауыт құрылысын қаржыландыру мақсатында Олжас Мансұровтың компаниясына ең алғашқы рет транш бергенбіз. Ал клиентімізге $320,000 жетпей қалған. Мен енді осының қалай болғанын түсінгім келеді. Біз тура сіздің бұйрығыңызда көрсетілген ақшаны аударғанбыз. Дұрыс. Бірақ Мансұров көрсетілгеннен $320,000 кем алғанын айтып отыр. Олай болу мүмкін емес. Мүмкін бе, мүмкін емес пе, енді соны анықтауымыз керек. Кімнің не айтары бар? Олжас Нұргелдіұлы қателескен шығар? Олай емес, біз 3 рет тексердік. Оның шотына ақша шынымен де кем түскен. Орынбасар Сейітқалым, кеше транзакцияны қай уақытта өткізбедіңіз? Таңертең онда. Қалай ойлайсыздар, техникалық қателік кетуі мүмкін бе? Жүйенің зақымдануы, қысымның өзгеруі. Орынбасар Сейітқалым. Бізде ешқашан ондай жағдайлар болған емес. Мен бірақ бәрібір тағы бір тексеріп шығамын. Қаламбыр Серікқызы, банктың қаржы директоры ретінде бұл іске сіздің де белсенді атсалысқаныңызды мен өтінемін. Жақсы. 2 сағаттан кейін бұл жағдай туралы маған толық есеп бересіздер. Және кімнің кінәлі екенін мен білуім керек. Сырғалым неге үндемейді? Ол клиенттің жеке менеджер емес пе? Мен не дерімді де білмеймін. Бұл туралы бірінші рет естіп отырмын. Қаламбыр Серікқызы, мен шынымды айтсам, бұл жерде техникалық қателік кетпеген. Бұл жерде тек қарақшылық болған. Қарақшылық дейсіз бе? Дәл солай. Бұл енді жеке клиенттің менеджерінің ғана айналысатын жұмыс емес. Орынбасар Сейітқалым, сіз, Қаламбыр Серікқызы, кеше кімнің қайда болған, не істеген, толық біліңіздер. 2 сағаттан кейін жауапты күтемін. Рұқсат па? Жақсы. Данияр, өзім ақсıyım ғой? Сенің қалай істейтінді көрдік қой, тіпті не болып жатқан білмейсің. Ақнұр, жұмыс күні енді ғана басталды. Мен қайдан білем? Сырғалым, сен жеке менеджерсің ғой. Сондықтан бұндай нәрселерді сен бәрінен бұрын білуің керек. Егер Олжас хабарламаса, демек саған соншалықты мән бермегені ғой. Немене? Қыздар, болды қойыңдаршы. Ренжіспей қойыңдар. Біз бұл жерге Олжас ақшаны шоттан алды ма, алмады ма, соны анықтауға келдік. Дұрыс па?
сендер ары қарай тұрыңдаршы, мен кіру кодын теріп алайын. Мен оны жатқа білем. Ақнұр сенің кодыңды ауыстырып тастаған. Олай болса, сен де күдіктілердің қатарындасың. Жақсы бала, мен кейін хабарласам. Шынымен де ол жасқа ақша толығымен жетпеді бе? Мүмкін қателесіп отырған шығар. Қателесетін 15-тегі бала емес қой. Онда бірақ нұсқа қалды. Қайсардың айтқаны шындыққа жанасады. Сен транзакцияны дұрыс енгізгеніңе сенімдімісің? Мен бұндай нәрсені ешкімге сеніп тапсырмаймын. Сандардың бәрін өзін теріп шыққан. Сондықтан қателесу мүмкін емес. Ал Олжастың ақшасын өз шотынан ұрлауы да ғажап емес. Бәрібір емес пе, ол жастың шотта біздің банкте емес. Бәрібір емес. Мұндай жағдайда біздің нақтылы күдіктілеріміз бар деген сөз. Ал Олжастың шотына рұқсаты бар ғана адам кіре алады. Сонда сен біздің қызметкерлерден күдіктенесің бе? Мен шоттан ақша ұрлау, банкты тонауды әлдеқалай оңай екенін айтып отырмын. Немене? Ақшаны Олжастың өзі алған ба? Тағы бір тексерші. Тексеретін ештеңесі жоқ. Көрдің бе, ақша таңертеңгі 10-15-те түсті. 19-25-те шоттан 325 мың алынды. Болды, бәрі түсінікті. Ақша алынған жоқ. Басқа шотқа аударылған. Ол туралы Олжас Нұргелдіұлы ұмытып кетсе керек. Бұл қандай шот? Бұл Европадағы бір жабық шот. Швейцария болу керек. Міне, код пен парольдің инициациясы тұр. Бәрі түсінікті, шу шығаратын ештеңе жоқ. Олжас Нұргелдіұлы қателескен. Сен қалай ойлайсың? Бұл жерде бір гәп бар. Олжас Нұргелдіұлының ақша аударғанын ұмытып кету мүмкін емес. Шотқа екі адамның рұқсаты бар. Сырғалым және Ақнұр. Иә, тікелей рұқсаттары бар екені рас. Бірақ оған Мәнсияның да, сенің де, тіпті менің де қатысуымыз болуы мүмкін. Мәнсияның қандай қатысы бар? Ол сырғалымға жолын тауып, керекті кодын біліп алуы мүмкін ғой. Қасында отырады ғой. Олай болса, екінің бірі солай жасауына болады. Өйткені Ақнұр жалпы залда отырады емес. Дұрыс айтасың. Мен бұл туралы тіпті ойламаппын. Сынжар, бар енді. Қазір біріңі көріп қояды. Барам біз. Сенің кесірінен қалампыр маған ескерту жасады. Енді сен айтпадың ба? Өзі қырыңдап қоймады деп. Есің дұрыс па? Мені мүлдем жұмыстан шығарып жіберсін дейсің бе? Назым, сен қызықсың, ә? Сен осы біздің арамызда мүлде ештеңе болмағандай сөйлейсің. Қан бетін түсейін. Қой енді, мұнда камералар тұр. Құрып кеткір. Қызмет бабындағы роман ба? Жақсы. Жұмыс уақытында қылтың-сылтыңмен айналысып жүрміздеңдер. Ал ол үшін жұмыстан шығарып жіберулері де мүмкін. Қызғанғаннан ішің күйіп баратыр ма не? Қызғанған несі, бауырым? Біреуден қалғанға құмартпаймын. Сен неменеге құтырып тұрсың? Қой енді кеуесім ақ. Сен басыңа бәлездеп тұрсың ғой деймін, ә? Мен бе? Жарайды. Әлі көреріміз кімнің бәлеге ұшырайтынын. Жарайды. Мен ешқандай ақша алған жоқпын. Және ондай ұсақ-түйек ақшаны кепірге аударып нем бар? Ол деген офшорлық зона ғой. Өзім қастық істейін ба сонда? Ол жерге шын айтып отырсыз ба? Жүйе қателеспейді. Ана жерде міне 19-25-те 320 мың ақша аударылған. Сіздердің жүйелеріңізде не көрсеткенде мен шаруам жоқ. Кеше мен ешқандай ақша алған да жоқпын, аударған да жоқпын деп айтып тұрмын ғой сізге. Ол жерге сіз ашуланбаңыз. Бізді дұрыс түсініңіз. Бізді сол қиындықтан шығудың жолын қарастырып отырмыз. Олай болса тексеріңіздер, сол Кипрдегі шотты. Біз сұрау жіберіп қойдық. Бірақ офшор екенін өзіңіз айттыңыз ғой. Сондықтан көп күтуге тура келеді. Олжас Нұргелдіұлы, мүмкін сіз ақша аударғаныңызды ұмытып кеткен шығарсыз. Тіпті ұмытып кеткеннің өзінде мен офшорда ашық түрде ақша жасыратындай ақымақ емеспін ғой. Және аз ғана ақша. Мен сізге бір сұрақ қойсам. Егер тиісті жерге хабарласақ,
қаржы полициясы да сізге осы сұрақты қойды. Кеше сағат 7 мен 8-дің арасында қайда болдыңыз? Мен мейрамханада достарыммен болдым. Оның бәрін растап береді. Не іштіңіз? Егер білгіңіз келген сол болса, мен ішімдікке жоқ адам. Қайсеке, келесі жолы мені нақтылы шаруаға шақырыңыз. Уақыт өте тығыз. Маған бұл тонау алдың құрлықтың жалғасы сияқты көрінеді. Олай емес шығар, өйткені көлемі әртүрлі. Онда 20 мың теңгеден ұрланған. Бұл жолы 3-тен 1 миллион. Бірақ енді қолтаңбасы ұқсайды ғой. Екеуінде де ұры тек қана бетін қалқып алған. Мүмкін ол клиенттің ақша жоғалғанын байқамай қалады деп ойлаған шығар. 320 мың аз ақша емес. Бірақ транш көлеміне қарағанда түкке тұрмайды. Меніңше, Олжастың счетына рұқсаты бар адамдарды тексеру керек, Сырғалым мен Ақнұрды. Сосын кеше офистен 19:30-дан кейін кеткендердің бәрін тексеру керек. Неге 19:30-дан? Өйткені Қайсардың көмекшісінің айтуына қарағанда, ақша дәл сол кезде ұрланған. Ақша басқа жақтан аударылды мүмкін. Маған бір ой келіп тұр. Бірақ бір нәрсеге көз жеткізу керек. Қайсеке, қалай ойлайсыз, Олжас шынын айтып отыр ма? Негізі оның өтірік айтатын жөн жоқ. 300 мың ол үшін Ақнұр екеуінің кафеге баратын ақшаларын сияқты. Сондықтан ол ұсақ түйек үшін өтірік айтып, басын ауыртпайды. Ұсақ түйек па жоқ па ол да ақша емес пе? Мен Олжастың орында болсам, құрылысқа байланысты бір мәселелер туып қалады-ау деп аз-маз ақшаны тығып қоятын еді. Нәрсені не туралы айтып тұрсың? Мен Олжастың құжаттарында тағы бір нәрсе тапқан сияқтымын. Ол немене? Жер телімнің қожайынның қайтыс болған туралы актінің көшірмесі жоқ. Олжас оны сенімхат бойынша сатып алған. Ал сатқан адам сол кісінің жесірі. Құжат болмағандықтан ол кісі тірі ме, жоқ па, оған ешқандай кепілдік жоқ. Ал енді ойлаңызшы, сол кісі тірі болып шықса, онда біздің клиентіміз жерінен де, өзінің құрылысынан да айырылып қалады. Түсініп отырсыз ба? Сырғалым, сен бұл жағдайдың қаншалықты қиын екенін сезіп тұрған шығарсың. Жәбірленген тек сенің ғана клиентің емес, бүкіл банктың атынан нұқсан келетін болды. Неге бұлай болған түсінсем бұйырмасын? Сен есіңе түсірші, мүмкін қызметкерлердің біреуіне Олжастың счетына рұқсат бердің бе, әлде айтып қойдың ба? Қалампыр Серік қызым, мұның құпия ақпарат екенін жақсы білем ғой. Мен ешкімге айтпас едім. Онда Ақнұр екеуіңнің арақатынасын қандай? Кәдімгі жұмыстағыдай. Оны неге сұрадыңыз? Енді сен оның орнына жеке менеджер болдың, оның саған ренжіп қалуы мүмкін ғой. Мансуровпен жұмыс істегелі 5-ші жыл болды. Ол кісінің абырой беделіне ешқандай күмән келтіре алмаймыз. Өрген, мен абырой бедел туралы сізге ештеңе айтып отырған жоқ. Бірақ маған бір нәрсе түсінсіз. Олжас осы уақытқа дейін жобаның бәрін өзінің қаржысымен жүзеге асырып отыр. Бірақ осы жолғы жобаны қаржыландыруды. Неге ол біздің банкпен жұмыс істегісі келді? Себебі неде? Онда тұрған не тұр? Әр жобаның жайы әртүрлі болмай ба? Қаражат салудың неғұрлым ыңғайлы жолы таңдап алынбай ба? Ореке, сізге бұл жобаны қарастыру комитетінің Қалампыр Серік қызының басқарған кездесі көрінбей ме? Кешіріңіз, ол комитетті кім болған есімде жоқ. Бірақ онда тұрған не бар? Әрине, бір қарағанда онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ Олжас Қалампыр Серік қызының ұлы емес пе? Бәріміз де біреудің баласымыз.
ақнұр кек алады деп ойламаймын. Өйткені ол ондай адам емес. Ал Динашы, рұқсат кодын біліп алуы мүмкін бе? Мүмкін емес, біз екеуміз мүлдем сөйлеспейміз. Ай, сырғалмай қанша көмектесейін десем де ұқпайсың. Ең бірінші күдікті адам өзің болып тұрсың ғой. Мен бе? Мен өзімнің клиентімнің ақшасын ұрлап нем бар? Мен ұрлат деп отырған жоқпын. Күдіктілер қатарындасың деп отырмын. Өйткені сен ақпаратты сақтауда ұқыпсыздық танытуы мүмкін. Қалампыр Серікқызы, Олжас Нұргелдіұлының барлық мәліметтер менің компьютерімде сақталған. Онда 8 сандық пароль бар. Менің ұқыпсыздық танытуы мүмкін емес. Ал жүйе әкімшісі Санжардың сенің компьютеріңе кіруі мүмкін бе? Ол бір бағдарлама орнатуыма көмектескен. Бірақ сіз Санжардан көріп тұрсаңыз, ол ондайға барады деп ойламаймын. Неге ойламайсың? Қалампыр Серікқызының қызмет жағдайын пайдаланып, сараптамалық комитеттің осы құрылысты қаржыландыруға мәселесіне байланысты оң шешімін шығаруына әсер еткен рас па? Ореке, бұл енді қауесет қана. Оған күмәнім бар. Солай болған күннің өзінде де мен бұл туралы ештеңе білмеймін. Сіз осы құрылыс құжаттарының ішінде жер телімінің иесінің өлген туралы акт жоғын білесіз бе? Оны Олжасқа осы актының негізінде сатты ғой. Кешіріңіз, мен бұл туралы да білмеймін. Бірақ құжаттардың бәрін тағы бір тексеріп шығамын. Сіз ол туралы қамжаймаңыз. Мен сіз үшін бәрін тексеріп шығамын. Тек маған құжаттардың бәрін беріңізші. Жарайды. Мен бірден есіме түсірген сияқтымын. Нені? Кеше мен компьютерімді өшіре алмай біраз қиналдым. Е? Тіпті вирус кіріп кетті ме деп қауіптендім. Сен оны жүйелік әкімшіге айттың ба? Ол жұмыста болған жоқ. Бұл нешелер шамасында болған оқиға? Шамамен 6-да. 6-да. Жұмыс уақытыны есебі кітапшасында сен 18:30-да кетті деп жазыпты. Ал Санжар 18:45-те кетті депті. Қайсың бұрын кеттіңдер? Жарайды. Саған рахмет. Бара бер. Бара берейін ба? Мен... Боссың. Боссың. Назым, тұра тұр. Сөйлесуіміз керек. Жібер. Екеуміз сөйлесетінде ештеңе қалған жоқ. Назым, мен қызғаныштан есіме адастым. Кеше кеш бойы саған қоңырау шалумен болдым, бірақ сен телефонды алмадың. Сен мені қалдық деп айтып едің ғой? Түсінбедім. Соншалықты арамызда бірдеңе болып еді? Назым, кешірш. Мен Санжардың жынына тию үшін әдейі айтқым. Бәрі бітті, Әлішер. Назым, тұра тұр. Жібер. Мен сенің Дина үшін әдейі кек алып жүргеніңді білем. Бірақ есінде болсын, арамызда ештеңе болған жоқ. Солай ма? Онда әлеуметтік желіге кімнің жалаңаш суреттерін ол салып жүр? Назым, не ойласаң да өзің біл. Егер шындығын білгің келсе, иә, Дина екеуміздің арамызда барлығы болды. Мен де кеше жалғыз өзім болған жоқпын. Санжармен болдым. Санжар, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Жұмыста тек қана әріптес боламыз деп келіскеніміз қайда? Жақсы. Мен әріптес ретінде білгім келеді. Құлағым сенде. Сен кеше қонақтарға жұмыста айналып қалдың деді. Ал есеп кітапшасында 18:45-те кетті деп көрсетілген. Сонымен? 3,5 сағат бұл қайда болды? Егер әріптеске әріптес ретінде сұрасаң, бұл менің жеке басыма қатысты нәрсе. Сондықтан мен сенің сұрағыңа жауап беруге міндетті емеспін. Жарайды. Сені кеш бойы күткен анаңның баласы ретінде жауап берші. Неге отбасылық мерекеге уақытында келмедің? Егер маған анам сол сұрақты қоятын болса, мен жауап беремін. Жақсы. Егер сен жауап беруге қиналсаң, мен айтайын. Сен кеше туған күні болған Назыммен бірге болдың. Содан бір қорытынды шығарып тұрған түрің бе? Мен оны жай ғана үйіне дейін апарып тастадым. Сосын апаңның маған алған алқасын соған сыйладың десеңші. Не дейсің? Қайда ғана айтпашы сен?
Қайдағы кулон? Мен оны жай ғана үйіне дейін жетіп тастадым дедім ғой, мен саған болды сонымен. Мен саған кулон деген жоқпын. Алқа деп. Данияр, мына жерде шынымен де қайтыс болған туралы ақын көшірме жетіспейді екен. Мүмкін ұмытып кеткен болар. Ал мүмкін ол мүлде болғанда жоқ. Олай болса, жер телімі иесінің қайтыс болғанын да кепілді. Демек, ол келісім шартты кез келген уақытта бұзуға болады. Орынбасар. Орынбасардың тезірек қаржыландыруға асыққаны да сол екен ғой, е? Сонда бұл қалай? Сонда бұл алаяқтық. Данияр, тез асығыстық жасамайық. Мүмкін ол уақыт бір жерде қалыпта қалған шығар. Қайсеке, ол ақшаны алған туралы қолхаттағы адамның аты жөнін қараңызшы. Қайда? Данияр, бұлай болуы мүмкін емес. Алишер, кітапшадағы жазбаға қарағанда, сен кеше офистен ең кеш шыққан адамсың. Олай емес, менен де кеш қалған адамдар бар ғой. Бірақ сенен кейін ешқандай жазу жоқ міне. Көрдің бе? Қалампыр Серік қызы, кейде Назым орында жоқ кезде көп жазылмай қалады. Әсіресе біз сияқты кеш қалғандар. Назым қайда қарайды сонда? Ол кейде ерте кетіп қалады. Мысалға, кеше тура сондай жағдай болды. Жарайды, оны мен өзім сөйлесермін. Ал сен неге кешкі сағат 8-ге дейін отырдың жұмыста? Жұмыс көп. Бірақ клиентпен тек 6-ға дейін ғана жұмыс істейсің ғой. Қалампыр Серік қызы, менде одан да басқа шаруалар көп қой. Мысалға, күндіз үлгермеген жұмыстарымды кешке бітіруіме тура келеді. Содан кейін жұмыстан тыс қалуға бізде тыйым салынып еді. Қалампыр, сөйлесуіміз керек. Жақсы, Алишер, бара ғой. Жақсы. Тыныштық па? Жағдай қиын болып тұр. Неменеге айғайлайсың, ұстап алсын деп тұрсың ба? Кешір, бірақ шынымен де қажет болып тұр. Сосын Алишер, есіңде болсын. Жұрттың көзінше маған сіз деп айтасың, ұқтың ба? Ештеңе жоқ, мен жұрттың бәріне сен деп сөйлесе берем. Жындысың көзің сіз деп айтасың деп тұрмын ғой, әйтпесе жұрт сезіп қалады. Неменеге келдің, айта бер. Қысқасы, біздің Санжарға байланысты ойластырғанымыз іске аспайын деп тұр. Неге? Өйткені оның кешке ақталатын өзінің айғағы бар. Ассалаумағалейкум, Бақытжан аға. Уағалейкумассалам. Денсаулығыңыз қалай? Көрмегелі көп болды. Шүкір. Сәуле апай қалай? Бәрі жақсы. Өзіңнің қалың қалай? Өзің түк өзгермеген сияқтысың. Бақытжан аға, мен қайта 6 килограмм балықтым. Өзіңіз өзгермеген сияқтысыз. Ал мен керісінше. Толып кеттім. Зейнеттегі адамбыз, тамақты ішеміз, жатамыз. Әкеңнің қалы қалай, күн сұлық жан қалай. Әкем, Құдайға шүкір бәрі жақсы. Апам ылғи сіздерді есіне алып отырады. Иә, біз де сендерді Сәуле екеуміз жиі еске алып отырамыз. Айтпақшы, ол сендерге сәлем айтып жатыр. Ал біздің Ақнұрдың қалы қалай? Ақнұр біздің банктың мақтанышы, ең үздік қызметкер. Рахмет. Көрімді көтеру үшін айтып жатсаң да рахмет саған. Жоқ, ада. Өтірік айтып қойтым. Қызыңызды өзіңіз білесіз ғой. Солай ма? Өйткені ол менің қызым ғой. Ақыл бар ғой оның. Бақытжан аға, нағып тұрмыз. Жүріңіз кабинетке барайық. Ал жүр. Ол қандай айғақ? Санжар кешке Назыммен бірге болыпты. Сұраса ол растап беру мүмкін. Құрып кеткір ол қыздың бәле болып тұрғанын қарашы. Неге? Жай айтқаным ғой. Енді оны Санжарға қарсы айдап салуыңа тура келеді. Мен олай істей алмаймын, ол қыз ғашық болып қалған сияқты. Ал сен тырысып көрсеңші, егер түрмеге түскің келмесе, енді маған бекерден бекер келе бермей. Бақытжан аға,
Мына жердегі сіздің қолыңыз ба? Иә. Мұны мен Бақтиярға берген болатын. Ана ол түрмедегі отырған жігіт па? Дәл соның өзіне. Бақтиярдың бұл құжатқа қатысы бар екенін мен білмеппін. Бақтияр ол менің делдалым болатын. Сатуменен айналысатын. Ал менің қолхатым саған қалай тап болып жүр? Бақшан аға, Бақтияр бұл кәсіпорынды кімге сатқанын білесің бе? Есімде жоқ. Ұмытпасам Ақнұрдың бір клиентіне сатты ғой деймін. Ақнұр дейсіз бе? Ақнұрдың бұл жерге не қатысы бар? Ешқандай қатысы жоқ. Ол менің өтінішім бойынша Бақтиярды біреумен кездестіру керек болатын. Аты Олжас қой деймін. Ол құжаттардың арасында жер иесінің өлгені туралы актінің жоқ екенін біліп қойыпты. Ал сен не дедің? Мен ешнәрсе айтқан жоқпын. Іздеймін. Мүмкін табылар дедім. Қалам бір, біздің банктен біреу оған ақпарат беріп отырған сияқты. Олжасының құжаттарына қол жеткізе алатын біреу. Кім? Кім болуы мүмкін? Сырғалым ба? Ақнұр ма? Кім? Олар емес. Басқа біреу сияқты. Қап, мына ұрлықтың бәле болғанын қарашы. Мұндай жағдай болмағанда, мына құрық бөткір ақтығы ешкім назар аудармас еді. Назым, саған бұйрықты тапсырды ма? Бұйрық дейсіз бе? Сен әлі білмейсің бе? Мен сенің атыңды жұмыстан шығарылатын адамдардың тізімінен көрдім ғой. Мүмкін емес. Сонда не үшін? Сен жұмыста біреумен көңіл қосуға болмайтын білмеуші ме едің? Сырғалым басшыларға сенің Санжармен байланысың туралы арзан қойыпты. Сырғалым? Ол ештеме білмейді ғой. Солай деп ойлайсың ба? Бекер өтесің. Ол қызғаныштан жарылайын деп жүр. Оңбағанын қарашы. Соны айтам. Ол жаңа төрағаның туысқаны ғой. Сонысын пайдаланып жүрді. Құрып кеткір. Енді не істейм, а? Мүмкін Санжармен айырылсайын ба? Ақымақсың ба, немене? Тек Санжар екеуінің араларында бірдеңе бар екенін мойындамай ғой. Сонысын Сырғалымға дәлелде. Оны мен неге істеу керекпін? Неме Сырғалым, соншама әйел ме? Жаным, мен саған не деп тұрмын? Ары қарай өзің біл. Менің айтар бір ақылым, Санжар екеуінің байланыстарыңды жұртқа білдірмей. Ал мен орынбасар Сейтханның алдында сені ақтап көрейін. Рахмет, Дина. Мен бірдеңе тапқан сияқтымын. Кешегі кешкі мезгілдегі ішкі жүйе жұмыстар нәтижесі. Қауіпсіздік қызметі берді, қараш. 19:00-ден 20:30-ға дейін жүйеде үш компьютер жұмыс істеген. Екеуі маркетинг залында, біреуі операция залда. Ол жүйелік әкімші компьютері. Сосын? Жүйелік әкімші Санжар Атабаев Қайсардың інісі. Ол желідегі барлық компьютерлерге кіре алады. Сонымен қатар Сырғалымның да компьютеріне қол жеткізе алады. Ұмытпасаң, олар ерлі-зайыптылар. Мен Сырғалымнан ондай нәрсе шығады деп ойламаймын. Сырғалымнан шықпаса шықпас. Бірақ Санжар оған айтпайды ғой. Ол пайдалану мүмкін. Сөзіңнің жаны бар? Тағы бір ақпарат. Міне, мына журналда Санжар өзінің кеткен уақытын 18:30 депті. Ал жұмыста қаншаға дейін болғаны белгісіз. Шын ба? Көр, өз ғой. Не? Ол неге өтірік айтты екен, а? Бәке, міне, мынау анық сол жүр ғой. Қайсар-ай, тіпті соны есіме де алғым келмейді. Мен жантөренің ақшасынан құтылғаннан кейін арқамнан бір ауыр жүк түскендей болған еді. Түсінікті. Құжаттарды рәсімдеумен Бақтияр айналысты. Олжас Ақнұр арқылы шықты. Бірақ ол бұл туралы ештеңе білмейді. Бақтияр түрмеде отыр. Ал мұның бәрі менен неге сұрап тұрсың? Бәке, білесіз бе? Бұл жер теліміндегі зауыт құрылысын біздің банк қаржыландырған. Енді мына жердің құжаттарының дұрыс емес екені анықталып отыр. Жер иесінің өлгені туралы да анықтайтын құжат жетіспейді. Бұл біреудің алаяқтығы ма,
салақтығы ма, соң көзім жетпей басым қатып тұр. Қайсар, алаяқтық болған күннің өзінде мұны банк басындағы басшылардың біреуінің қатысуымен болып отырған нәрсе деп білемін. Олжастың анасы біздің банкте қаржы директоры. Ал бірақ менің орынбасарларымның бұл жерге қандай қатысы бар? Бір телехикая сияқты. Бәке, сіздің көмегіңіз керек болып отыр. Менің қандай көмекші шықсын. Зейнеттегі адаммын. Және оның үстіне қанша уақыт өтіп кетті ғой. Бәке, бұл істі сізден артық білетін ешкім жоқ. Ал егер мен бұл істің бәрін қаржы полициясына беретін болсам, бұрышы Ақнұрға да тиіп кетуі мүмкін. Енді Бақтияр, Олжас, сол таныстырдым. Ақнұрдың бұл жерде ешқандай қатысы жоқ қой. Мен де соны айтып отырмын ғой, бәке. Бәке, көмектесіп жіберіңізші. Назым, сен қызметкерлердің уақытты өтірік көрсетуіне жиі жол бересің бе? Жоқ, Қалампыр Серік қызы. Мен ылғи да оны бақылап жүремін. Сен әдетте өзің қаншада кетесің? Үнемі соңынан кетемін. Онда неге кеше 5-1-де қызметкердің кеткен уақыты 18:45 деп көрсетілген? Енді олар бірге кетті ғой. Сен олармен кеттің бе? Кеше мен туған күнім болды. Сосын әдеттегіден ертерек кеттім. Назым, қауіпсіздік қызметінің мәліметі бойынша кеткен қызметкерлердің компьютерлері неге жұмыс істеп тұрған? Иә, олардың барлығы өшіруді ұмытып кеткен бе? Мен оны білмеймін. Ол үшін мен жауап бермеймін. Ал Санжар Атабаев нешеде кетті? 18:45-те. Дәл уақытын қайдан білесің? Біз бірге кеткенбіз. Бірге ме? Әлде бір уақытта ма? Қайсаржан, сені жұмыстарыңа араласқаныма Жантөре қалай қарайды екен? Оған ұнай қоймайтын шығар деп ойлаймын. Бәке, боларыс болды ғой бәрі. Айтпақшы, ол Қытайда ұзақ бола ма? Атабаевтардың шаруасы өргеден болып тұрған кезде ол алдыңғы қатарда болатын шығар деп ойлап едім. Бәрі оңай болмай тұр ғой. Әкем, әрине Қытайда көп болады. Ақыр шақырған екенсің. Жасырмай шыныңды айтшы. Ол ауырып жатыр ма? Ауырып жатыр. Қатты ауыра ма? Солай ғой деймін. Бәрі айғасын бастады. Біз Қытайда сол кезде жаңа жобаны жүзеге асырып жатқанбыз. Айдар алмады да. Ал Санжар болса... Менің әлгі болам деп болмай қалған күйеу балам ба? Ол қалай? Осы банкте жұмыс істеп жатыр. Қалай кірейін деген екен ғой. Көрерміз. Әлі өзін көрсете қойған жоқ. Міне, өзіңіз көргендей жалғызбын. Қайсаржан, саған мен не дейін? Отбасыларымыздың арасында не болса да, біз бәрібір бөтен адамдар емеспіз ғой. Әрине бәке. Сонымен келсесіз ғой? Келісім шарттағы бір қарап шығайыншы. Сырғалым, сөйлесіміз керек. Үйде сөйлесек қайтеді? Дұрысы, қазір сөйлесек, мен бүгін кеш барамын. Түсінікті. Онда сөйлесетін несі бар? Мен саған кешегі жағдай түсіндірейін деп едім. Кеше Назым туған күні болған ғой. Соны кіріп құттықтап шыққам. Сонымен уақыттың қалай зырылдап өтіп кеткенін өзім де байқамай қалдым. Оның несіне түсіндіріп тұрсың? Өйткені мен өтірік айтқаннан шаршадым, Сырғалым. Бір жыл бойы өтірік айтып енді шаршап қалдың ба? Мен саған өтірік айтқан жоқ. Егер сен сезім туралы айтып тұрсаң, сезім болды. Бірақ енді оның жоғалып кеткенде мен кінәлім ба? Ол біздің арқамызда емес. Әрине, сен кінәлі емессің. Кетпесеңші. Сырғалым, мен сен үшін
соңына дейін адал болуға дайынмын. Ал Назым екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ. Санжар, егер екеуміздің бір-бірімізге дейін сезіміміз аяқталсын десең, араларында не болса да бәрібір емес пе? Біз Санжар екеуміз бірге кеттік, бірақ әрқайсымыз әр жаққа кеттік. А сен оны неге туған күніңе шақырмадың? Қайда атап өтіп едің? Қалампыр Серік қызы, ол менің жеке шаруам. Жұмыстан тыс уақытта қайда кіммен кездесетінімді өзім білемін. Назым, мұндай сұрақ қоюға үлкен себеп болып тұр. Сондықтан сенің жеке өміріңе араласқанымызға кешір. Бізге Санжар екеуің бірге бір жаққа бардыңдар ма, әлде бөлек кеттіңдер ме деген сұраққа жауап керек болып тұр. Мен білмеймін. Біз бөлек кеткенбіз. Жаңа ғана бірге кеттік деп едің ғой. Мен тіпті шатасып кеттім. Біз бірге шықтық, сосын... Мүмкін ол қайтып келген шығар. Бір нәрсені ұмытып кеткен шығар. Жұмысын аяқтайын деп келдім, есіңе түсірші. Мүмкін. Есімде жоқ. Бірақ сендер бірге кеткен жоқсыңдар ғой. Жоқ. Сен әбден шатастырып бітірдің ғой. Біресе 18:45-те бірге кеттік дейсің. Біресе қайтып келу мүмкін дейсің. Сен сол досыңды бір себептермен қорғаштап тұрған сияқтысың. Ол менің досым емес. Нақтыл жауап берші. Санжар нешеде кетті? 18:45-те ме? Білмеймін. Әйтеуір өзім 18:45-те кеттім, ал оны білмеймін. Ол сонда офиста қалды ма? Иә. Санжар, мен осының бәрінен қатты шаршадым. Мен де шаршадым. Енді не істейміз? Білмеймін. Осылай қала берген дұрыс шығар. Ата-аналарымыз сезіп жүрген сияқты. Келген сайын сұрайды. Мен тіпті не жауап берерімді білмеймін. Олай болса шынын айт. Санжар, сен әлі де балалы болғың келе ме? Оны не үшін сұрадың? Жай білейін дегем. Мен балалы болғым келмейтін сияқты. Сырғалым, егер мен сенің жаныңды жаралаған болсам, кешір. Демек, сен мен жақсы көрмейсің бе? Мен кеш келем. Жарайды, Қайсар, сенің бұл жұмысыңды анықтауға көмектесейін. Бірақ бұл жұмысқа кірісіп жүргенімді осы ешкім білмей-ақ қойсыншы. Есік жағалап жүретін жаста кеттік қой. Сен бол бәке. Қоластыңызға көмекшімді берейін. Ол кім? Данияр ма? Оны ұната қоймайтыңызды білем. Бірақ керемет қызметкер. Менің оң қолым десеңіз де болды. Айтпақшы ескертейін. Ол оңбаған менің қызым жаққа көз солуын қойсын. Шақырып көмекшімді. Данияр, тез маған кел. Есіктің сыртында тыңдап тұрғаннан саумысың? Ассалаумағалейкум Бақытжан аға. Ақыры, кездестік қой. Мә, мынау маған қажет құжаттардың тізімі. Жамбыл облысындағы жер комитетіне сұрау жібересің. Жақсы. Содан кейін бүкіл нотариалдық кеңселерге сұрау саласың. Қалай бүкіл Астананың ба әлде Қазақстанның ба? Ресейдікін емес, Қазақстанға. Бақытжан аға, мен үлгермей қалуым мүмкін ғой. Содан кейін табылған құжаттарды ертең кешке менің үйіме алып келесің. Мүмкін емес. Қайсаржан, ақыр бастадық қой. Ақырына дейін аяқтайық. Содан кейін сұрайды. Бұдан кейін маған қолқа салушы болмашы. Мен шаудардық қалдық қой. Рахмет Бақытжан аға. Біз ресепсионист қызды қатты қорқытып жіберген сияқтымыз. Қорқса жүрегі жарылсын. Ол ұрыны қорғаштағысы келді.
Бірақ ол ештеңе түсінбеген сияқты. Үйленген жігітпен байланысы бар екен, жұрттан жасырғысы келген шығар. Бірақ бәрін жайып салуға тура келеді. Біздің Атабаевқа айтарымыз болу керек. Қалампыр, сен сонда ақшаны ұрлаған Санжар Атабаев деп ойлайсың ба? Күмәнім жоқ. Оның ұрлап несі бар? Жантөре Атабаев еліміздегі ең дәулетті адамдардың бірі емес пе? Жантөренің бай екені рас, бірақ баласы бай емес. Алишер мен Санжар бір кезде дос болған. Оның айтуынша, Санжар бір кеште 10-20 мың долларды ойынханада лақтырып кетеді. Онда бәрі анықтала бастады. Бізде айғақ та, куәгер де бар. Қылмыс жасауға не түрткі болғанда белгілі болды. Қайсар Атабаевтың аузын жабатын болдық қой тұр.